Бәріне сәлем достар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 10 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүзу спорты. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар депті. Ең алдымен біз мәтінді оқып алуымыз керек, бірақ мен оны оқып қойдым, оған босқа уақытты кетіріп оқудың орнына сіздер өздеріңізде бір оқып алыңыздар, ал мен де сіздер жауабын көрсетіп өте беремін. Негізгі ақпараттарға жазамыз. Суда жүзудің әртүрлі спорттық түрлері бар. Олар халықаралық жарыстарда өткізіледі. Екіншісіне, жүзу денсаулыққа пайдалы, аурулардың алдын алады, денені шынықтырады. Судың шынықтыру әсері бар. Дене салмақсыз күйде болады. Бұлшық еттерге күш түсірмейді. Омыртқа жотасы созылады. Жүзумен айналысқан адамның денесі сымбатты әрі сымбатты көрінеді. Жүзу адамның тыныс алу жүйесіне оң әсер етеді. Ал енді қосымша ақпараттарға жазамыз. Біріншіне, жүзу кезінде суық тигізбеу үшін дене температурасы сыртқы ортаға бейімделеді. Екіншісі, өзен-көлдерде жүзу күннің шуағы мен таза ауаның әсерінен күшейтеді. Үшіншісі, жүзушілер халықаралық жарыстарда ел намысын қорғай алады. Төртіншісіне, жүзу адамды төзімді, шымыр, икемді етеді. Екінші тапсырмада айтылыпты, мәтін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңдар депті. Кіріспе. Жүзу пайдалы спорт түрі. Негізгі бөлім. Жүзудің денсаулыққа пайдасы. Жүзудің спорттық түрлері. Судың шынықтыру әсері. Қорытынды. Жүзу денсаулық кепілі. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі етіс түрлерін ажыратыңдар. Үлгі жиналады, ырықсыз етістік. Осылай жазып алады екенбіз. Өздік етіс шомылды, жүзу шомылды. Өзгелік етістік. Етіс дегенім шынықтырды, біреуді шынықтырды. Ырықсыз етіс сақталды, біреу сақтады, бірақ кім екені белгісіз. Ортақ етіс айналысты, бірнеше адам бірге айналысты. Төртінші тапсырма. Суретпен танысыңдар. Кубизм әдісін пайдаланып, жүзу спорты тақырыбында сұхбаттасыңдар депті. Суретте спортшылар бейнесі салыстыр, басқа спорт түрлерімен салыстырыңдар. Олжа, елімізде осы спорт түрінің болашақ қандай болмақталды. Жүзу спорты түрлерін талдаңдар, жарияла, жүзудің пайдасы, қорытындыла, спорт денсаулық кепілі деп қойыпты. Спортшылар бейнесі салыстыру, жүзу мен жүгірудің айырмашылығы қандай? Зерттеу, Қазақстанда жүзу спортының дамуы қандай деңгейде? Талдау, жүзудің денсаулыққа тигізер әсері қандай? Жариялау, жүзу ең тиімді спорт түрі. Қорытынды, спорт денсаулық кепілі деп осылай жазып аламыз. 5-ші тапсырмада айтылыпты, спорт туралы алған білімдеріңді инсерт стратегиясы бойынша жазыңдар депті, кесте сызып қойыпты. Бұрыннан білемін дегенге жазамыз. Жүзу пайдалы спорт, жаңа ақпарат. Жүзу омыртқаға пайдалы. Менің ойлағанымша қайшы? Жүзу суық тиюге себеп болады деп ойлаған едім. Білгім келеді. Қазақстанда жүзу спорты қалай дамуда? Суда жүзу денені шынықтырады. Судың көтергіш күші денені жеңілдетеді. Жүзу барлық бұлшық етті бірдей дамытады деп ойлайдым. Халықаралық жарыстарда Қазақстанның орны қандай? Жүзу тыныс алу жүйесін жақсартады. Өзен-көлдерде жүзу күн сәулесінің пайдасын арттырады. Жүзу тек спорттық мақсатта деп ойлаған едім. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Бүгінге осы. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек. Сау болыңыздар.